әрі дәмді бифштекс жасайтын боламыз. Ең алдымен етіңізді қуырып, үстіне кубиктап туралған пиязыңызды салып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне 2 ас қасық томатыңызды салып, жақсылап қуырып аласыз. Содан соң үстіне картоп пен сәбізіңізді салып, барлығын жақсылап араластырып, капустаны өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспай қойсаңыздар да болады. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып, тұзды қосып, жақсылап араластырып қуыратын боласыздар. Арасында картоптарды турап, суға қойып қоямыз. Біз осымыз пісіп шыққанша бұл да қайнап шығады. Пюреге ол және осыған су құйып қойып қоямыз. Осы пюреге қайнап шыққан соң суын төгіп тастап, сливочный май, тұз, сүтті қосып, жақсылап езіп, пюре жасап шығатын боламыз. Осылай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады пюрелеріңіз. Сосын макаронды суға қайнатып аламыз. Жанына гречка, күрішті қайнатып пісіріп аламыз. Барлығын сосын бірге салып начинка саламыз.